Мен Сыздықова Айман Кәкім қызы, 69 жастамын, осы Павлодар қаласының тұрғынымын. Осы мына жобаны біз Әбілқайыр Ысқақовтың Ырза Тұрсынзада қызын шақырып, фестивальға қатысып, содан үлкен бір ауқымды жоба бастап кеттік. Ұрпаққа өнеге деген орталық аштық. Сонда біздің осы Павлодар өңірінен 40 ханымдар отыр. О кісілердің қолдарынан шыққан заттардың барлығы өте керемет, жақсы. Мен осыған келгенімде тіпті осы өте қызығушылық танытып, бүкіл қыздар өздері орталарынан мені апай, сіз енді Павлодар орталығында отырсыз, сіз жетекші болыңыз деп осындай істі бастап кеттік. Мен осында өзім зейнеткер болғандан кейін мынау ұзақ өмір орталығына келіп тіркеліп, содан жұмысқа бұл кісілермен де нетіп жатырмын. Одан кейін ол кісі осындай сіз қолөнерді істегеннен кейін осындай клуб ашасыз ба деп, осы клубты осының ішінен бізге бір кабинетті бергеннен кейін Фарида Шараповна, осы орталықтың директоры, сол кісіге мыңда бір рахмет. Осылай біздің басымызды қосып жұмыс істеп жатырмыз. Мастер-класстар өз жерде, жетім балалар үйіне, зорлық-зомбылық көрген аналардың келіп, осында біз мына кісілердің, мына жатқан нелердің барлығын сол кісілердің қолынан шыққан, соларға үйреткен мастер-класстарымыз. Көмек қолымызды ұсынып жан-жаққа нетеміз. Одан кейін біздің қыздар осылай, мысалға қазір күн жақсы кезде Екібастұздан келеді, Екібастұз қаласынан келіп мастер-класстар жүргізеді. Біз жан-жақтымыз, тек қана құрақ көрпен ғана шұғылданбаймыз. Мынандай әдемі кешкі алқаларды жасаймыз, қыз ұзатудың бүкіл несін жасаймыз. Ауқымды тойбастарын дейсіз бе, құрақ көрпелерін дейсіз бе, сондайларды, әлгі тұсаукесердің бүкіл нелерін жасаймыз. Қандай дәстүрге, қандай керегін барлығын істейміз. Мынау мысалға, мынау немен тамбурный машина дейді, бұл қолменен тоқылатын машина. Анау Күріш Хани деген үлкен апамыз бар, 74 жастағы, сол кісінің қолынан шыққан өнерлілер. Менің көрпелерім, мына жердегі міне бір сөмкем тұр, ол сөмкемнің біреуі сонау Түркия еліне қонақтап кетті. Неге кетті? Сыйлыққа кетті. Менің екі Омарханова Айымгүл деген осы Аққулы өңірінде тұрады. Соның қолынан шыққан көрпе Британия еліне содан ұсыныс түсіп, со жаққа кетті. Одан кейін Матукина Сандуғаш деген қызымыздың көрпесі жазда сол Нигерия еліне қонаққа кетті. Менікенді алысқа кетпесе де осы Россия менен Түркияға кетті. Сол менің негізі өзім осы қолөнер шеберлігіне екінші сыныптан бастап, анам істегенің өзіңе жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы деп, осы қолөнердің көйлек бірінші үйреткені тіпті кішкентай балаға не сияқты, үлкен сияқты көйлек тігуден бастадым. Одан кейін сосын жібі үйруді үйретті, жүн тұтуды үйретті. Ол кезде аналарымыз, әжелеріміз айтады, жүнді түт, саған моншақ тамады деп, сол ана жүнді түті бұлай үлкен болған кезде төбемізде моншақты бейтіп шашатында. Біз соны оған алданып, солай жүн түтіп, одан кейін үйруді үйретті, одан кейін тоқуды үйретті. Мен қазір қандай болмаса дағы осы саланың барлығынан өте майталманымын деп айтуыма болады. Көйлек, кешкі көйлектерде шапандарды да тігемін, құрақ көрпенің неше түрлісін тігемін, мынау алқаларды істеймін. Осының барлығы анам марқұмға өте ризамын, осылай мені тәрбиелегеніне. Екінші сыныптан бастап осы менен қолөнерге ауыстым мен. Кеше ғана міне бізде жаңадан ғана бастап қолөнерде сабақ береді екен. Жас мұғалім қыз келіп, апай үйретесіз бе? Мен жаңа ғана жұмысымды бастап жатырмын деп, Фарида Шараповнадан келіп, рұқсат сұрап, осында мен естідім дегенінен ол кісі кеше келіп, әжептәуір нәрсені көріп, үйреніп, осында келетін болды. Одан кейін осы жерде орталықта жүрген йогамен заниматься етеді, сондай жаттығуларда жүрген үлкен-үлкен зейнеткер адамдар, соларға мен
кеше біреуіне мастер-класс беріп, сол кісілер жазылды, енді үлкен кісілерге нетеміз. Одан кейін ана жақта бір арт студияда деген жас балалар бар екен, сол балалар шақырып жатыр, олармен бірге жұмыс істеуге. Мен айттым, мен ешқайда да былай жүрмеймін, өзіміздің орталығымыз бар, сол жерге келіңіздер, балалар да келіңіздер деп. Әрқашанда біздің есігіміз дайын, келем дегендер, жастар болсын, үлкен болсын, қай жастағы болса дағы, тіпті басқа ұлттың адамы болса дағы, орыстарда енді біздігі құрақ көрпе десек, оларда лоскутный шитье дейді, соның барлығынан біз сабақ беруге дайынбыз. Біздің сабағымызды ойламасын, ақшалы деп біз тегін үйретеміз.